төртінші жұпты ортаға шақырайын. Сол Дарвин теориясымен дамып келе жатырған театрымыздың актері Қанат Әлжапаров қарсы алыңыздар. Базар жоқ. Төртінші жұп. Жүз болды ғой уже. Кет қасаң, как келем деп. Жалпы мен осы өмірге, яғни мына қоғамға, біз өмір сүріп жатқан заманға, жалпы планетамызға деп айтайын, жалпы галактикаға еркек болып келгенмен қонам. Оған сіз не қоныңыз аға? Мысалға мен сол еркек болып келгенмен қуанғаннан бір жазған өлеңдерім бар, көптеген өлеңдер жаздым. Жалпы мен драматургпын. Ал енді кейбір жақын ағаларым, апаларым айтады, сен негізі поэзияны қаши берсін дейді маған. Класстастарым айтады, сен классик ақынсың дейді. Группаластарым айтады, грузчиксің дейді. Енді әркім оның енді мен кім екенімді, оны болашақта тарих өз бағасын бере жатар. Ең бастысы мен еркекпін. Қазір ештеңе берейін деп отқан жоқсыздар мына арада маған. Тем более көзім тірі. Мен еркек болғаныма қуанам. Мысалға, мен сол қуаныштан жазған бір өлеңім бар еді. Мен сіздерге бір өзіме ұнайтын бір кітап қой негізі ол. Сон 4 жұмағын ғана оқып берейін, сіздер рұқсат етсеңіздер. Жоқ, Қанат, оқымай-ақ қой, миымызды ашытпа десеңіздерді оқимын. Бұл өмірге еркек болып келгеніме қуанам, қуанамда мәңгілікке жыр жазам. Егер де мен қыз болып келсем өмірге, ешбір еркек сыйламас еді гүл маған. Сондай қиындықтан құтылғаныма қуанамда мен. Егер қыз болсам, масқара қыз болатын емді мен. Өздеріңіз көз алдарыңызға елестетіп көріңіздерші, алдарыңызда қыз тұр. Түрім осы бірақ. Шаш мына жерден кіреді. Ішіне өрмекші ұя салып тағын ана шашқа. Түріңе ешкім қарамағаннан кейін шашыңа да қарамайсың ғой мысалға. Көрдің ба? Сол үшін қуанам мен. Мынау еркек болғаныма да қандай еркек болдым деп ше мен. Мысалға, қыз болсам мен. Бүкіл жігіттер 8 март күні өзінің қыздарына гүл беріп жатса, маған 9 майда беретін сияқты. Мен нәзікпін ғой, не ұрыссам олар, маған неге 9 майда беріп тұрсыңдар, мазақ қылып тұрсың ба десем, олар айтатын сияқты маған. Просто сенің қызың соғысқа қатысқан қыздың түріне ұқсайды деп. Міне көрдіңіз ме? Мысалға мен андай еркек әйел болсам, бір елге еңбегі сіңген, бір атақты, қоғамға өзінің пайдасын тигізген еркек болсам мысалға. Қыз болсам, көп қондай біздің қыздар қазақта. Әлия Молдағұлова бар, Мәншүк Маметова, Роза Бағланова, Нұргүл Құдайбергенова, көп енді ондай бізде. Нұргүл Құдайбергенова кім деп ойлатқан шығар? Әйелім ғой мен. Сосын атақты адамдар арасында жүріп көрсін деуім ғой. Өзім қашанға жүре берем деп ойлапты. Сондай әйел болсам, атақты әйел болсам, маған мысалы туған жерімде ескерткіш орнатады. Батырмын ғой мен. Ол ескерткішті алтынмен аптап, күміспен қаптап, мрамормен салса да балшықпен салынған сияқты көрінеді анау. Міне, қандай еркек болып құтылып кеткенімді мен. Мысалға мен қызбын, қолымда екшелек таңертең суға баратым. Ешкім жоқ жан-жағымда, өлең айтып кеттім. Таңертең мен бір сұлу қыз суға келеді, суға келеді. Бір кезде мен байқап кеткен жоқпын. Артында бір жас жігіт жатыр, ат жетектеп. Мен ақымақ па деймін да ана жігітті. Неге мініп алмайды деймін да атқа. Өлең ғой енді, өзі біледі. Мен келатырмын. Бір кезде ана жігіт тұрды да маған айтты. Түрімді көрмеген ғой, тұрды да. Тоқтаңыз, сұлу қыз су іздеген дейді. Мен қуанып кетем. Мынау қандай жігіт маған сұлу қыз деп жатқан. Өмір естіп көрмеген бұндай сөзді. Ойбай, мынау қандай жігіт, мүмкін соқыр шығар деп. Бүйтіп шелекті қойып, енді түрімді көріп, фигура нормально енді мойындау керек оны. Артынан сондай деп ойлап қалған. Бүйтіп шелекті қойып, қарап қалғанда жігіттен бұрын ат қашып кететін сияқтандарда. Жаным менің жылысы. Қазақстан телеарнасы. Міне, не деген бақытты адам мен еркек болған. Мен кішкентай кезімде, осындай өте кішкентай кезімде туылғалы әке-шешемнен көп таяқ жегем. Мен түсінбеймін, неге ұрып жатыр? Мен сәбимін ғой енді. Балалықпен бірдеңе
істеп қойып бүлдіріп қойған шығар, может не прав шығар, мен білмеймін оны. Ұрады, күн түні ұрады. 3 жасқа келем, 4 жас айтатын тіл жоқ, ұра береді. 8 жас, 8 жас, 9 жасқа келген кезде ұрып жатыр мені. Тағажылдатып, баласын өзінің. 10 жасқа келген кезде ойландым. Мен не үшін таяқ жеуім керек? Мен неге әке шешеме айтпаймын, өзім зайырлы құқық конституциясы беріп, мемлекетте тұрам. Демократиясы бар. Мен неге айтпаймын өзімнің неге азаматтық позициямды деп мысалға. Ондай сөз жоқ па не позиция деген? Неге айтпаймын деп әке шешеме бардым. Папа, мама, сіздер мен туылғалы, мен ес білгелі мен таяқ жеп келатым. Білесіздер ма, сіздердің әр ұрған сайын мен стресс қачу. Мен шаршадым сіздерді. Неге ұра бересіздер мен десем, әке шешем айтады, осы сұрақты өзіміз қояды деп ойлап жүргенбіз балам. Енді сені ұрмаймыз дейді. Енді ұрсақ сен бізді ұратын сияқтысың, өзі өстің. Енді неге ұрдыңдар, айтсаңдаршы десем, олар айтады, просто біз сені ұрған себебіміз, сені мына өмірге біз ұл емес қыз болып келеді деп күткенбіз дейді. Мен сол үшін ұрдыңдар ма десем, я дейді. Сонда сен ұра берсеңдер мен қыз болып кетем ба? Мынау еркекпін деп қаншадан айтып тұрмын, мысалы еркек болсам да, мен кейде бір өзімнен өзім жалғыз жүріп, бір ойға шомып, бірдеңе өзімнен өзім қиналып кетем да кейде. Қыздар әйтеуір көзінен жас шығарып алады ғой, бізде жігітте ондай да шықпайды мысалға. Ай дейсің, болды. Не істерін білмейсің кейде. Бір жалғыз жүргім келеді да, бірақ мүмкін емес ол. Мысалы қарапайым мысал, осы театрға келем жұмысқа. Тұрсынбек шығады алдымнан. Қанат, мынау сенің жұбың, екеуің дайындаласыңдар деп. Азаннан кешке шейін екеуміз дайындалып жүреміз. Енді құтылдым ау деп, жалғыз өзім қалдым ау деп, үйге барсаң әйелің шығады. О, жұбым келді деп. Онымен кетесің жұптасып. Шаршайсың кәдімгідей. Бір андай психический бірдеңе болады адамдарда. Бірдеңе ақыл жетіспей ма біреудің, сондай сияқты болып көрінеді да маған кейде. Жігіт болсам да. Жақында психологқа бардым. Барғаныма өкініп қалдым анаған. Ана психологтың өзі психолог керек па бірдеңе анағысы. Барып көмек сұрап тұрмын мен ол кісіден. Жағдайымды айтып, қиналып жүргенімді айтпаймын ба? Апа, қиналып жүрмін, маған бір көмегіңізді беріңізші десем, жаңа психолог айтады, мен Қанат саған көмектесе алмаймын, өзім 50 мың айлық аламын, 40 мың кредитке төлеймін, 10 мың продукты анау. Мә, апа, не айтып кеттіңіз сіз дедім ана кісіге. Мен сізден көмек сұрап кеттім, болды. Қой, не айтып кеттіңіз сіз деп есің жоқ, сыртына құттап кеттім ананы. Вообще керегі жоқ ана кісімен ақыл сұрауға. Бір болады ғой, ішіндегі сырды біреуге айтқым келеді, бірақ ешкімге сенбеймін мен. Біреуге айтайын десем, біреуге айтып қоятын сияқты. Жаймен әйеліме барып айтамын ғой, жаным, сен білесің ба, мен біртүрлі болсында қиналып жүрмін деп айтсам сырымды. Әйелім тұрады да мамаға айтады, мама, Қанат бар емес па, осындай қиналып жүр деп. Мама бүкіл ауылға айтады сосын оны. Сенбейсің. Мен бір ғана досым болды, өте сенімді. Колледжде бірге оқығанбыз, Қызылорда санэпидемиология эпидемиялық колледжінде оқыдық. Екеуміз оқып жүрген кезімізде сол жатақханада жатқанда ішіндегі бүкіл сырымды соған айтатын. Айбек деген. Айбек. Соған айтатын. Айбек, білесің ба, мен нандай болып жүрмін десем, Айбек бүкіл колледжге айтатын. Бірақ оған ешкім сенбейді. Өйткені ол өтірікші. Сырыңды өтірікші адамға айтса, ешкім сенбейді екен ғой негізі. Енді бүйтіп өзім кейде ойлап қаламын ғой, еркекпін деп, төсіме соғып қолымды бүйтіп жан жағыма қараймын бүйтіп. Осы еркек болып не істеп жатырмын мен деп. Сөйтсем, дым істеп жатқан жоқ екен ғой мен. Әшейін өтірік ұран екен ғой, еркекпін деген. Салыстырып көрдім театрдың балдарымен. Осы театрдың ашылғанына 4 жыл болды ғой. 4 жылдың ішінде ана жігіттер бәрі жағдай жасап алған. Біреулер деген кәдімгідей Алматы, Астанадан үй алып алған, машина алып алған, астарына бір емес 2 машинадан бәрі бүйтіп жүр кәдімгідей. Екі саусақтары жоқ. Ішінде мен ғана екен да, түк өзгеріс жоқ. Телевизорға шығып айтамын ғой, мен Астанада тұрып жатырмын, Қызылордадан көшіп кеттім деймін ғой. Өтірік ол. Өтірік, бәрі өтірік. Әлі ауылда тұрамын мен. Сол дым өзгеріс жоқ. Сол 4 жылдан бері кәдімгі. Сол ауыл, сол үй, сол баяғы кілем, сол палас, сол әйел, вообще өзгеріс жоқ менде. Адам деген жағдайында өзгерту керек болады. Мен заманнан қалып баратырмын кәдімгі. Не істеуге болады? Набалдарға қалай жетіп алуға болады? Бүйтіп ойланып келдім да, үйдегілерге барып айттым, папа, мама, бұдан кейін өзім отбасымды өзім басқарам. Папа араласпай ақ қой. Мен өзім табам, менің айтқанмен жүресіңдер. Біздің үйде медицина жылы болады дедім. Денсаулықтарын дұрыстаймын. Папам деген 280 давлениемен жатыр, көреміз ғой деп, я дедім. Әйелім айттым, таза су денсаулықтың кепілі 50 мың теңге ақша бердім. Ауыз су мәселесін шешеміз бірінші. Таза су кіргіз үйге деп. Колонка. Сөйтіп бір аптадан кейін үйге келдім. Бір аптадан кейін үйге кіріп қалсам, қабырғаның бәріне іліп тастаған неше түрлі қағаз. Спорт денсаулықтың кепілі, денсаулық бірінші байлық, нашақорлыққа жол жоқ, ата, насыбай, атпа, неше түрлі жазылып тұр ана жерде. Шошып кеттім мен. Мынау не пәле, мынау үйдің ішінде не деген сұмдық, мынау десем, мамам айтады, бұл деген біздің медицина жылына байланысты өтіп жатқан үйдегі іс-шара деп қояды.
ай сендер іс жүзіндесіз, қағаз жүзінде не деген масқара? Сонда келесі жыл тазалық жылы бола ма біздің үйде? Алып тастаңдар бәрін. Әйелім айтты, так, ауыз су мәселесі не болды? Шештік. Сіздің берген ақшаңызды толықтай жұмсадық, 2 шелекті көрсетеді. Екеуі 700 теңгеден 1400 теңге тұрады. Қалған ақша қайда? Счет, фактура, фискальный чекпен документін әкеліп тұр. Уже анаумен соттасамайсың. Жылдың басында кәдімгі жемқорлық жатыр біздің үйде. Сосын айтайын, біздің үйде ауыл шаруашылығы жылы болады дедім. Асыл тұқымды малдың басын көбейтеміз. Сосын аквариумде тұрған балық пен есіктің алдында итті будандастырып, ит балық шығарамыз дедім. Еркек болып ел басқармасам да, отбасымды алға қарай сүйреп жатқаныма қуанамын. Отан отбасынан басталады.